Қазір бәрі тез өзгеріп кетті, бәрі бір жаққа ығып барады, ал мен өзгермей жатқан сияқтымын. Инстаграмды ашсаң бәрі бақытты, бәрі шетелде тауып жатыр бақты, ал мен отырмын баяғы бөлмеде. Неге мен артта қалдым деп өкпелеп, қатарластарым үйленіп үй алып, жетістіктерін жатыр мақтан қылып. Мен болсам әлі өзімді іздеп жүрмін, қай жерде қателестім, қай жерде бөліндім. Шынымен мен өмірден кеш қалдым ба, әлде менің бағым әлі алдама? Күнде осы сұрақтан басым ауырады, ішімдегі үміт біртіндеп таусылады. Жұрттың сөзінен шаршап кеттім қатты, маған да бақыт бұйыратын күн бар ма? Үлкендер айтады, жасың кеп қалды, қашан реттейсің мына өміріңді? Олар түсінбейді, маған да оңай емес. Ішімдегі қорқыныш жай ғана елес емес. Кейде жылап аламын, ешкімге көрсетпей, таңертең қайтадан жүремін ештеңе сезбей. Маған көп нәрсе керек емес, шынымен. Тек біреу айтса екен, бәрі жақсы болады деп. Уақыт болса зымырап барады, тоқтамайды. Маған сәл ғана уақыт беріңдерші. Шынымен мен өмірден кеш қалдым ба, әлде менің бағым әлі алдама? Күнде осы сұрақтан басым ауырады, ішімдегі үміт біртіндеп таусылады. Жұрттың сөзінен шаршап кеттім қатты, маған да бақыт бұйыратын күн бар ма? Жай ғана бәрі жақсы болса екен, жай